Мұхтар Алиевич ағамызда біз жастайымыздан білген, о кісі алдыңғы кезде, біз о кезде мектепте жүріп естідік, кейін студент болып жүрмін кейін. Ал енді бері қарай жұмысқа араласқаннан бастап Мұхтар Алиевичпен тығыз байланыста болдық. Ол үлкен елдің ағасы, біздің ағамыз еді. Ал енді о кісінің осы медицина саласындағы сол кездің өзіндегі үлкен ашқан жаңалықтары, елдің азаматтардың көп халықтың денсаулығын жақсартуға, олардың өмірлерін ұзартуға қанша мыңдаған мысалға операциялар істеді, қанша мыңдаған азаматтарға өзінің көмегін берді. Ал енді сонда о кісінің мінекей сол министр здравоохранения болды. Ал енді сызған үлкен академияның соңы академигі, ал сонымен бірге қанша мыңдаған азаматтарды тәрбиеледі, кандидаттық, докторлық диссертациялар ашылды. Сол дәл қазір керек. Мінекей сол істепкен жұмыстарының бәрінде осы медицина саласына, халықтың денсаулығына, келешек ұрпаққа деген үлкен жұмыстарын бәрін істеп кеткен тұлға ағамыз біздің. Ол мақтанышымыз еді, шынын айту керек, жасыратын түгі де жоқ бұның. Ол енді ондай азаматтар дүниеге аз келетін азамат, мысалға қарапайым мінезіменен, бір ауыз сөзіменен, көп сөйлемейтін, ешқандай артық сөйлемейтін азамат еді. Ал енді қанша азаматтарды тәрбиеледі, өсірді, үлкен биікке дейін көтерді. Ал енді ағамыз біздің, ол енді біз ол кісімен барлық уақытта ойға алып, ағамыздың үлкен жасаған жұмыстарының бәріне де ризашылық білдіріп отырамыз. Қазақстанымыздағы алтын әріппен жазылып кеткен ол кісінің орны бар.